Сәлем достар, бүгінгі әжекейіміздің соңғы бөлімі, яғни барлық бөліктерін біріктіріп тігетін боламыз. Ары қарай менімен бірге қалу үшін каналыма жазылыңыздар. Бастаймыз. Алдымен ең бірінші алдыңғы артқы бөліктерінің иықтарын біріктіріп тігіп аламыз. Тігіп жатқан кезде өзімізге оңай болу үшін иінемен бекітіп алғанымыз дұрыс болады. Тігіп болған соң тігісті бір жаққа қарата қаратамыз, яғни артқа қарата, және де үстінен тағы бір тігіп шығамыз. Енді екі арқасын біріктіреміз ортасынан, яғни арқа бөліктерін. Тігіп болған соң тігістің үстінен тағы бір жүріп өтеміз. Етек жағының ұзындықтары сәйкес келмеуі мүмкін, біз лекаланы өзіміз қолдан ұзындығын қосқан себептен. Сондықтан олардың ұштарын дұрыстап түзеп аламыз. Енді астарлы бөліктеріміздің де иықтарын біріктіріп тігіп тастаймыз. Иықтарына қарсақ терісін салуды жөн көрдім. Теріні біз кескен кезде қайшымен емес, ұстарамен, яғни лезвиемен кесеміз. Шамамен өлшеп, енін 2-3 см болатындай, ал ұзындығын тек қана иығымызды айналдырып тұратындай қылып өлшеп алдым. Теріміз бен жеңімізді бір-біріне оң қаратып, инемен бекітіп, яғни әрбір жүндері ішіне қарай кіріп тұруын қадағалап тігіп шығамыз. Лекала бойынша иықтың дәл ортасына тігілетін жерді белгілеп аламыз, яғни оны ең баста белгілеу керек. Мен сіздерге қазір көрсетіп жатырмын соны. Енді бешпетіміздің екі жанын тігіп аламыз, инемен бекітіп, екі жағынан тігіп шығамыз. Және тігіп болғаннан кейін үстінен тігістің тағы да бір өтеміз. Сол секілді астар бөліктерінің де екі жандарын тігіп шығамыз. Енді жеңін айналдыра тігуіміз қажет болады. Жеңіміздің жоғарғы бөлігі алдыңғы жаққа қарайды, ал төменгі бөлігі артқы жаққа қарау керек.
Енді бағанағы белгілеп алған белгі бойынша дәл иығына инемен қадап алуымыз қажет. Ол үшін мінекей терінің екінші жағымен біріктіре отыра, екіге бүктей отыра бір-біріне қосамыз. Сонда ортасында теріміз көріп тұру қажет болады, яғни оң айналдырғанда. Әр жерден инемен жақсылап бекітіп, тігіп шығамыз. Енді бір тексерген кезде қолымыздың осындай ашық бөлігі қалғанын көріп тұрмыз, яғни оны аяғына дейін тігуіміз қажет болады. Ол үшін инемен бекітіп, сол жерлерде тігіп шығуымыз қажет. Тігіп болған соң, ішкі жағынан шығып тұрған терінің артық бөлшектерін барлығын қиып тастауымыз қажет. Мінекей нәтижесі осындай болды. Мен жеңінің төменгі жағын осылай айналдыра қиып тастауды жөн көрдім. Ал мынау астар бөліктерінің нәтижесі. Шамамен осылай қарап, инемен қадап тексеріп алдым да, оларды сызғышпен өлшей отыра айналдыра сызып қиып шықтым. Енді бешпетімізге тік жағалы жаға тігуіміз қажет болады. Ол үшін мойнын біз екіге бүктеп аламыз толығымен. Жағамыз тұратын жерді сантиметрлікпен біз өлшеп алуымыз қажет. Менің жағдайымда 19 сантиметрге тең болды. Мен 1,5 сантиметрді алып тастадым. Яғни 17,15 сантиметрлі жаға қиып алуым қажет болады. Ол үшін матаны алып, екіге бүктейміз де, осы жерде ұзыннан сызып аламыз, екі жерден. Және де мен жағамның ұзындығын 2 сантиметр қылуды жөн көрдім, бірақ артығымен 2,5 қылып алдым. Енді осы 17,15 сантиметр сызып алғаннан кейін, жартысынан көбірек жерден бастап осылай төмен қарай ойық жүргіздім. Және жоғарысынан да солай жүргізіп, ойықты шет жағын айналдырып дөңгелеттім. Енді біз осыны өлшеп шығуымыз керек. Ол бізде 19 сантиметрге тең болуы керек. Мінекей осы жерге келді. Сол жер қателіктерін дұрыстап, сосын артығымен қиып аламыз. Негізі артығымен дегенде тек екі жанынан ғана артық алдым да, соңына келген кезде артық алған жоқпын, себебі біздің жағамыздың өзі 19 сантиметрге тең болып тұр. Енді біз оны дублерин матамен қатайтамыз, үтіктеп жабыстырып аламыз да, артық жерлерін қиып тастаймыз. Осылайша мен 2-3 дублерин жабыстырдым, жағамыз, яғни тік болып тұру үшін. Енді жағамыздың екінші бөлігін алу үшін осылай инемен бекітіп аламыз да матамызға. Мінекей көрсетіліп сызып көрсеткен жерден тігеміз. Сызылмаған жерді тікпейміз, яғни. Тігіп болған соң әр жерден осылай қиып шығамыз, яғни жағамызды оң айналдырған кезде бізге ешқандай кедергі болмас үшін. Енді сыртынан тағы да бір тігістерден айналдырып тігіп шығамыз. Яғни пішінін жақсы ұстау үшін. Бешпетіміздің оң мен астар бөліктерін бір-біріне оң қарата кигізіп аламыз да, жағасын енді ортасынан тігуіміз қажет болады. Жағасын екіге бөліп, ортасын сызып аламыз да, оны арқасындағы ортаңғы тігіске қоямыз да, дәл
яғни жағаның шет жағы сыртқа шығып тұру керек болады, дәл видеода көрсетілгендей. Ары қарай инемен бекітіп, және де сыртына қайтадан астар матамыздың мойнын бекітеміз. Яғни астар емес, бұл жерде оң жақ бөлігі. Мінекей осылай болады. Айналдырып барлығын тігіп шығамыз. Болған соң инелердің барлығын алып тастаймыз. Мінекей нәтижесі осындай болды. Көріп тұрғандарыңыздай керемет болып шықты. Енді бізге астар мен негізгі бөліктің қолтық тұстарын біріктіріп тігіп алу қажет болады. Ол үшін мінекей екі ортасынан ашамыз да яғни бір-біріне теріс жақта, оң жақтарын бір-біріне қаратып, мінекей осы жерден қолдан келгенше қанша ұзындыққа дейін тіге аласыздар, сонша жерге дейін тігіп тастау қажет. Енді ары қарай біз астар мата мен негізгі матамыздың қолдарын дұрыстап бір-біріне кигізіп аламыз да, төменгі айналдыра астар матамыздыкінде қиып тастаймыз. Инемен бекітіп аламыз әр жерден бірінші. Енді оларды барынша осылай бір-біріне оң қаратып, қолдан келгенше инемен бекітіп, айналдыра бекітіп шығамыз да, қай жерге дейін шамамен барады, сол жерге дейін осылай инемен бекітеміз бір-біріне оң қарата. Көріп тұрғандарыңызда жең өз-өзін айналып жатқан секілді. Кішкене бөлік бізде қалады, ол бізге оң қаратып айналдыру үшін қажет болады. Мінекей, мына жерінде бізде барлығын инемен бекіттік, осыларды тігіп шығамыз. Тігіп болған соң, мінекей жаңағы тігуге келмейтін бөлігі қалды ғой, бізде ашылып, сол жерден оң қаратып жеңін шығарамыз. Мынау бізде жаңағы тігілмей қалған бөлігі. Енді осыларды бір-біріне қаратуымыз керек, осылай ішіне қарай бүктей отыра. Және де оларды бекітіп, сыртынан жеңіміздің бір айналдырып тігіп шығамыз. Яғни тігістің сыртынан тіккен секілді барлық жерінен айналып тігіп шығамыз. Екінші жеңінде осылай дәл тігіп шығамыз. Мінекей нәтижесі осындай болды. Бешпетімізді киіп тұрып, яғни аты мен үстіңгі бөліктерінің ұзындықтарының етектері сәйкес келуін қадағалап аламыз да, болған соң артық жерлерін қиып тастаймыз. Себебі екеуін бір ешқандай да бізде артық бөлік болмауы қажет. Сол үшін міндетті түрде киіп өлшеп алған дұрыс болады. Енді оларды теріс айналдырамыз, бір-біріне оң жақтарын қаратып. Мінекей мынау бізде жаңғы бөліктері, яғни алды. Барлығын инемен әр жерден бекітіп шығамыз. Және де астынан осындай бір орын қалдырамыз. Ол бізге оң айналдыру үшін. Айналдыра барлық жерін тігіп шығамыз. Тағы да қайталап айтамын, бұның барлығын киіп үстеріңізге өлшеп, яғни барлығы дұрыс болып тұрған кезде ғана барып тігуге бел буасыздар.
Енді біз оны жаңағы қалдырған ашық бөлігімізден оң айналдырамыз. Ұштарының барлығын қиямыз, бұрыштарын, яғни тігістеріміздің. Бізге оң айналдырғанда кедергі болмас үшін. Әр жерден осылай қиындылар жасап шығамыз. Бізге осындай насечкалар сеп қоямыз. Ұштардан кедергі болмас үшін. Енді мынау жаңағы ашық тұрған жеріміз осымен айналдырып, барлығын сыртқа шығарамыз. Мінекей оң қараттық. Енді бағанағы ашық қалған бөлігімізді осылай ішке қарата бүктеп, астары мен оң жағын бір-біріне инемен бекітеміз. Және де барлық тігістеріміздің сыртынан тағы бір тігіспен жүріп өтеміз, айналдыра. Яғни жақтарында көрсетіп қойдым. Тағы да үстінен бір тігіп өтуіміз қажет болады. Менің бір қателігім, моншақпен оюды көмкерген кезде қатты алдына қарай жақындата тігіппін. Сіздерге кеңес алысырақ тігіңіздер. Өйткені үстінен тігістің бір өткенде қиналып кетпес үшін. Енді ілгек алдым. Осындай әр жерден қадап шығу үшін белгілеп аламыз да қолмен іліп шығамыз оларды. Мінекей осындай бешпет пайда болды. Өте ерекше, ашық жеңді, жылы бешпет пайда болды. Сіздерге де тігіп көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Айсұлу. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, төменде пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Каналымның дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, жазылып қоюларыңызды сұраймын. Және де мына жерге басқа да видеоларды қалдырып кеттім. Қарауға кеңес беремін. Сау болыңыздар.